Так, Орка, тыңда мен. Ана жер қазір біздікі. Тез етіп барып сөйлес, бұзуымыз керек. Бірақ, шеф... Бірақ мұрағыңды білмеймін сен. Содан қайдағы біреулер жібермей өзің барып сөйлес. Түсіндің бе? Ал ананы. Ана жетімдердің мамасының құжатында. Болды, шеф. Боссың. Жақсы, сау болыңыз. Мына ешекті қарап жүр, жақсы ма? Бар жүр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Саламатсыз ба ағай? Біздің үйге қош келдіңіз. Не болды ағай? Үйіміз тартып алатындай түріңіз бұзылып кетті ғой. Әлде бізге ақша әкелдіңіз бе? Не ғой, балалар, апайларың қайда? Еркежан, Айман мама қайда? Не знаю, не видела. Не знаю, не видела дейді. Өзім де естіп тұрмын ғой. Үкітай, Айман мама қайда? Тоже не видела. Ей, не видела деп қыздар айтады. Сен айта бер бірақ. Мен лучше онда өзіміз деп қайтайын, Мен мамаға апарам бірақ 5 теңге бересіз ғой. Жарайды. Ол үшін екеумізге 1000 теңге бересіз. Ой, мақұл, берем. Кім келген? Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Сізбен сөйлесу керек еді. Ағай, ақшамызды беруді ұмыттыңыз. Уәдеде тұру керек қой. Балалар, қонаққа өйтіп айтуға болмайды. Балалар, тамақтарың дайын болды, кіріңдер. Ренжімеңіз, бізде келген қонақпен солай әзілдесетініміз бар. Кіріңіз. Мына құжаттарға қол қойып берсеңіз. Қанша рет айтам. Қол қоя алмаймын. Мұндағы балаларды қайда жіберем? Әлде сіздер үй алып бересіздер ме? Мен сізді түсініп тұрмын. Қайта жақсы емес пе? Балалар үйі азаяды. Біз соған жұмыс жасап жатырмыз. Балалар үйі азаяды. Егер мұнда бірде-бір бала қалмаса. Жыл сайын қаншама ата-ана балаларын тастап кетіп жатыр. Ал сіздер болсаңыздар, балалар үйін бұзамыз дейсіздер. Одан қайта балаларын тастап кетіп жатқан ата-аналармен жұмыс жасамайсыздар ма? Сізді түсінемін. Бірақ қазір менің жағдайым өте қиын. Менің де балаларым, отбасым бар. Егер қазір осы құжатқа қол қойып бермесеңіз, маған да отбасыма да қауіп төніп тұр. Шай ішіп болсаңыз, боссыз. Күшті ойнадық бағана. Қолыма шаққа. Қыздар, жағдай қиын. Қыздар дегеніне қарағанда бізге қатысы жоқ сияқты ғой. Ұлдар, қыздар, бәрімізге қатысы бар. Интрига қылмай айтсаңдар енді. Біздің Айман мама, Насыр ыңдамай айтсай, Амалия өзің айта берші. Ой, тормыз. Короче, былай біздің үйді біреулер бұзайын деп жатыр. Сонда біз далада қаламыз ба не? Біз оған жол бермеуіміз керек. Дұрыс айтасың оған. Вы пока покушаете, потом продумаем план действия. Дұрыс айтасың, Еркежан. Не айтты ол? Дом түсінбедім. Ну, күшті айтты, Сәлеметсіз. Сәлеметсің бе? Айман апа, Иә. сізге бірден айтсам бола ма? Иә, айта бер. Мынау менің жұмыстан шығуға жазған өтінішім. Солай ма? Динара,
Сәл шыдашы. Бәрі де жақсы болады. Енді балалар үйін тартып алса, мен не істеймін? Сәл күтсең, бәрін де өзім шешем. Жақсы, түсіндім. Онда мен жұмысқа кірісейін. Алло? Арман? Қалғалай, жағдайың жақсы ма? Сендердің көмектерің керек болып тұр. Келесіңдер ма? Жақсы. Рахмет, күтем. Аппетит ұрып тұр екен, е? Сендер балалар үйін бұзатындай емес, балалар үйінде той болатындай тамақ ішсіңдер ғой тегі. Все, тойдым. Мен де тойдым. Не қылса, 2 порция болса мен де тоям негізі. Ой, болды, қойындаршы, не істейміз әлше? Может, Айман мамаға барып айтамыз? Не деп? Насыр мен Амалия 3-ші порция сұрап жатыр деп. Конечно, кім қашан бұзады деп сұраймыз да. Аналарымыз балалар үйіне тастаған аздай. Енді баратын жеріміз де жоқ десеңдер. Бізге былай оңай беруге болмайды. Кім бұзса да жетімнің көз жасын олар жібермейді. Короче, кеттік. Жегізген, ішкізген Аллаға сансыз шүкір. Әумин. Да? Не істеп жүрсіңдер? Не болды? Аманшылық па? Не бүлдірдіңдер? Мама, Не болды, Мирас? Мама, бізді қайда жүресіз сонда? Түсінбедім. Біз бәрін білеміз. Я, балалар үйін біреулер тартып алайын деп атқан барлығымыз білеміз. Қайдан білесіңдер? біз Амалия екеуміз естіп қойдық. Енді не істейміз? Біз қайда барамыз? Далада қаламыз ба? Мен 2-ші рет далада қалам ба? Ботақандарым-ау. Ешкім еш жерде қалмайды. Уайымдамаңдар. Бұйырса бәрі де жақсы болады. Сонда Насыр мен Амалияның естігені өтірік болып шықты ма? Жоқ. Рас. Бірақ мен рұқсат бермедім. Иә. Кетті оны Насыр мен Амалияға тамақ алып берейін. Андағы тірлікті бітірмесең, басыңды аламайсың. Давай, жақсы. Отыр, Орка. Қалай менің казиномды ашатын мүмкіндігім бар ма, жоқ па? Бар, бірақ сәл күту керек. Басыңды алайын ба? Жоқ, мен сөйлестім. Шаруаны шештім. Не шештің? Бардым, айттым. Егер қазір осы құжатқа қол қойып бермесеңіз, маған да отбасыма да қауіп төніп тұр. Сіздің балаларыңыз үшін мұндағы балалардың тағдырына балта шаба алмаймын. Сізді мұнда жіберген қан жерлерге қарғыс айтам.
Маған 2 апта уақыт беріңіз. Мына балаларды қайда жіберетінімді ойланайын. Дәл солай айтты. 2 апта күткен ес. Балаларды жан жаққа көшіріп орналастыратын уақыт керек дейді. Тәген мен тыңда. Олардың орналасып жатқанын күтіп отыратын уақыт жоқ. Барасың, оформляешь, адвокат жібересің. Боссың. Түсіндім, шеф. Шынымен естідік, айтшам әлі. Иә, шын. Онда біз өз үйімізді қорғауымыз керек. Қорғағанда бізге қиын болады ау. Тұрымыз мынау. Сенің тұрың қайда? 100-ге бөлінгеніміз аздай, енді түрге бөлінеміз бе? Айбый, қатты айттың. Қайтан айтшы TikTokқа салып бірекке шығайық. Мұнар кімдер? Қыздар, жігіттер, өз үйімізді қорғайтын кез келді. Қалайсыңдар балалар? Сүйкімдісіне өздеріне. Біздің түрімізде шаруаңыз болмас? Иә, не шаруа? Енді шаруа болғанда Айман мамаларыңа келбек? Қош келіпсіздер. Қазақ деген қонағын сыйлаған елміз, жүріңіздер, жол көрсетейік. Ансар, қайтан айтшы TikTokқа салайын. Уақыт жоқ, кет. Ізімізден еріңіздер. Ал жүріңдер, бастаңдар жолды. Алман есі анық тұр еді осымен? Жақсы шағым десіз. Міне жақында қалдық, міне мына жақта. Қайда? Кел, кіріңіздер. Бұл тесте жап. Ашыңдар. Аш есікті. Балалар, ашыңдар деймін сендерге. Шынды ма мыналар есі жауып тұрған дейік? Тұршы ғой. Ей! Первая миссия выполнена. Дұрыс айтасың, Еркежан, миссия невыполнима деген кино күшті. Енді бұл шаға прикол айтып керек емес. Соны айтам. Ой болды, қойындаршы, не істейміз дәлше? Біз ұлдар осында қаламыз. Бесеміз охранап тұрғанда 5 шансов қой. Типа беске айналдырған түрің ба, күтей? Түрге бөлінбейміз дедім ғой. Бұның айтқан түрінің қатысы жоқ қой. Все, хватит. Біз маманы алаңдатуға барамыз. Сендер осы жерде болыңдар, ал біз кеттік. Динара, Ау. бүгін жаңадан балалар келеді. Төсек орындарын дайындап қойшы. Жақсы. Бүгін келе ма? Иә. Ой, онда кірісейін. Мам, Ау, қыздар, не болды? Сізді қатты сағынды. Не істеп жатсыз? Жай, әшейін отырмын. Ішіңіз піспады ма? Жоқ. Бүгін менің сендер сияқты балаларым келеді. Балалар болғанда неше бала еді? 2 бала. Не болып қалды? Ештеңе, мама.
армандапсыңдар. Біз үйімізді бермейміз. Тауыпсыңдар ақымақты. Бізге ақталмаңдар, өтірік. Өтірікші, алаяқтар десе. Балалар ашыңдаршы есікті. Не еді? Қайдағы үй тартып алған? Ой, білмеймін. Балалар, біз Айман мамаларың сендер сияқты балаларымыз. Ашыңдар есікті. Қайдағы үй? Ашшы есікті. Мамаға звондашы. Мына естіп тұрған жоқпыз, естіп тұрған жоқпыз, естіп тұрған жоқпыз. Мама негізі ше. Біз кете берейік онда. Тоқтаңдар. Алло? Алло? Естілмей жатыр, балам. Не? Қазір. Сендер не білдіріп жүрсіңдер? Извините, мы просто не знали. Біз жай көмектескіміз келді, кешіріңіз. Кешіріңізші, мама. Шынымен мама біз жаманды ойламадық, кешіріңізші. Сендердің кешірімдеріңді очеретпен тыңдап отыруға уақыт жоқ. Қайда олар? Жүріңіз. Естіп тұрған жоқпыз, естіп тұрған жоқпыз, естіп тұрған жоқпыз, естіп тұрған жоқпыз, Балдар, аш. Мама келді. Какая шанс? Не істеп кеттіңдер? Мама! Қалайсыз, мама? Қалыңыз қалай? Қалыңыз ба? Кел, тұр. Сендерге қарағанда, мыналар тәртіпті ма десем, тентек екен ғой. Ой, айтпаңыз, мама. Мыналар біздің зәремізді алып өлтіріп қоя жаздады ғой. Қой. Бұзықтар, а? Кешіріңізші, мама. Кешпегенде қайда барамыз? Мына ағаларыңа осы іштерің үшін әдемілеп тұрып дастархан жайып, шай беріңдер. Болды, шай болса кешіреміз. Мені? Үй қой. Жүріңдер, тұр. Тез. Қалай, жағдайыңыз қалай? Амансыз ба? Жақсы. Иә. Сол баяғы Светлана апай ма? Екі аптада мына балаларды не қыламыз? Өзімді білмей отырмын. Сондықтан сендерді шақырдым. Ақша бөлінбегеннен кейін күтушілерді жұмыстан кетеміз дейді. Түсінсең бұйырмасын. Балалар үйін қалай сатшы беруге болады? Ақша үшін отанын да сатып жіберетіндер бар. Сата ма, сатпай ма, бәрібір. Келесте кім екен сұрауды ұмытпайшы. Бізді алдау да мүмкін ғой. Кім алдайды, кім алдамайды екен білуге болады ғой. Не бал ашып білесің ба? Не, анамызды алып кетуге келсеші. Все, настроение не портим. Мамам қайда екен? Мамамыз қасымызда ойымдамаңдар. Бізді тастап кеткен олар өздері кінәлі. Мен өскенде мамам секілді болам. Айман маман айтам. Білмеймін, не істесеңдер остеңдер. Балалардың ата-аналарын табу керек. Болды, мама. Іштегі балалардың даналарын қарап, құжаттарын іздейміз. Ойымдамаңыз. Бәрінікін табу қиын болады. Енді табылғаны табылды, табылмағанын өзім асырап алам. Ой, қойыңызшы, мам. Бізді асырап аламыз аздай. Мыналар шашыңызды ағартады ғой. Сендер менің шашымды ағартпағандай. Болды, мам. Қыстым. Жылақтай бермей, ана балалардың да көңілдерін көтеріңдер. Құп болады, капитан мама. Ертерек айтсаң болады ғой, бар ғой. Үнемі кешіп қала берем ше. Чөтам, неге сиыры өліп қалған адам құса без настроения отырмыз, а? Настроение шоқтардың настроениесін көтеруге біз келдік. Рахмет, но керек емес. Мыналар бізге қарсы шығайын деп тұр ма? Ал, қолдарың жайыңдар. Ішкізген, жегізген, Аллаға сан шүкір. Сіздерге де бір батаны үйреткен ба? Болды, көп сұрақ қоймаймыз. Так, балалар, қазір біз 10-ға дейін санаймыз. Тез мына жерден қашып кетпесеңдер, бізге ренжімеңдер. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қашыңдар, тез. Балалар, абайлаңдар, құлап қалмаңдар. Жай жүгір.
Балалар бірге ойнаймыз ба? Қойшы, сендермен ойнағымыз келмейді біздің. Неге? Себебі не? Сендермен қызықсыз ғой. Бесе. Кеттік досым. Бізді неге бәрі шеттетеді? Не істейсің? Тас. Кеттік. Айман мамаға барайықшы. Бізбен бірақ ешкім ойнамайды деп айтпаймыз бірақ. Өйткені бәріне ұрсып жүрер. Болды досым. Жүр, балалардан сұрайық. Бізбен ойнайын екен. Давай. Балалар, келді, ойнайық бірге. Бірге ойнасақ бола ма? Әрине болады. Ал, кел ойнайық. Лақтыр. Ал. Білсе дұрсам жоғары. Давай. Маған тұр. Давай, кел. Отыр, кел. Маған ұр. Ұр маған. Сен жалғыз отырсың. Отыр. Рахмет сіздерге. Оқасы жоқ мирас. Ей, саған емес. Все, хватит. Простите нас, пожалуйста. Зачем проститься? Данчик, зачем саған орысша? Аға өзіміз сияқты екен ғой. Сіздерді ата-аналарыңыз қай жастарыңызда тастап кетті? Шынымыз айтсақ, есімізде жоқ. Ну, Айман мамаларың сендерді күлге ойнап туып алған дейтін. Күлге ұнаса бала туама сонда? Оны енді мамаңнан сұра. Енді бірдеңе сұрасақ ұрады ау бізді. Ол кісі ұрсып жақсы көреді. Маған көп ұрсады ғой, значит, мен қатты жақсы көреді. Кім ұрсып жатыр, тыныш. Мама, маған ұрсыңызшы. Тыныш. Балалар. Біздің үйді тартып алайын деп жатыр деп басқа балаларға айтып қойған жоқсыңдар ма? Мама, біздің үйді біреу тартып алайын деп жатыр ма не? Егер ұнаса төменге комментарий жазып кет және біздің каналға тіркелуді ұмытпа. Сен, сен, дәл осы балалар сияқты мен бірге киноға түскің келе ме? Ендеше төмендегі байланыс нөмірге хабарласыңыздар. Жарық синема өнер мектебі сіздерді күтеді.